Сәлем достар, бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз квадрат теңсіздік. Квадрат теңсіздіктер мынадай түрде болады екен. ax квадрат плюс bx плюс c үлкеніне тең 0, немесе ax квадрат плюс bx плюс c кіші 0, немесе мынадай түрде толымсыз түрде болады екен. ax квадрат плюс bx кіші 0-ден, немесе ax квадрат плюс bx үлкеніне тең 0 түрінде болса, бұлар квадрат теңсіздіктер болады екен. Яғни x-ің дәрежесі квадрат болса, бұл квадрат теңсіздік болып табылады. Квадрат теңсіздік шешудің интервалдар әдісі және графиктік әдісі бар. Бірінші интервалдар әдісін қарастырсақ, мысалы 2x квадрат минус 7x плюс 6 үлкен 0-ден деген теңсіздік берілген. Бұл квадрат теңсіздік, бұл квадрат теңсіздікті шешу үшін бірінші мына 2x квадрат минус 7x плюс 6-ны тең 0 деп квадрат теңдеу түрінде шешіп, оның дискриминантын тауып, және түбірлерін тауып алады екенбіз. Сонда түбірлеріміз x1 тең 2-ден 3, x2 тең 2 болады екен. Бұл түбірлерді біз мынадай x осіне саламыз, яғни кіші саннан бастап жазамыз. 2-ден 3 және 2-ден 2 нүктені түбірлерді тауып алдық қой, сол екеуін мына жерге әкеліп қояды екенбіз. Бізде мынау қатаң теңсіздік болғандықтан мына нүктелер боялмайды. Енді плюс минусын табу үшін мына x-ның алдындағы a коэффициентіне қараймыз. Егер a коэффициенті плюс оң сан болса, онда мына екі жағы бізде плюс болады екен да, ортасы минус болады екен. Егер де мына a коэффициенті бізде минус болатын болса, минус теріс сан болатын болса, онда мына екі жағы минус болады да, ортасы плюс болады екен. Осы жағдайда есте сақтау қажет екен. Енді бізде бұл екі жағы плюс, ортасы минус болады. Бізде 0-ден үлкен аралық керек, демек плюс аралық керек деген сөз. Шешімдері сонда минус шексіздіктен 2-ден 3-ке дейін және 2-ден плюс шексіздікке дейін болады екен. Келесі есебіміз 4x минус x квадрат кіші 0-ден дейді. Яғни толымсыз квадрат түрінде берілген. Бұл толымсыз квадрат шешу үшін біз мына түрде керісінше жазып алсақ болады, орындарын ауыстырып. Сонда минус x квадрат плюс 4x кіші 0-ден болады. Енді біз мынаны минус 1-ге көбейтіп жазып алсақ оңайырақ болады екен. Сонда минус 1-ге көбейтетін болсақ x квадрат, мынау минус 4x болады. Енді минус теріс таңбалы санға көбейткендіктен мына белгіміз қарама-қарсы ауысады. Сонда x квадрат минус 4x үлкен 0 болады екен. Енді мына жерде екеуіне де ортақ x-ті жақшаның сыртына шығарып тастаймыз. Сонда жақшаның ішінде x минус 4 қалады, үлкен 0-ден. Енді x-ті жеке 0-ге теңестіріп, жақшаның ішінде жеке 0-ге теңестіріп, мынадай түбірлерді аламыз. Сонда x тең 0, x минус 4 тең 0, одан x тең 4-ке болады екен. Енді жаңағыдай x осін сызып аламыз да, 0 мен 4-ті белгілейміз. Бұл жерде де нүктелеріміз боялмайды, демек шешімдерге кірмейді деген сөз. Енді біз мына түрге келтіріп алғандықтан бұл жердегі a коэффициенті бізде оң сан болып тұр. Демек екі жағы плюс, ортасы минус болады екен. Ал бізге мына жерде үлкен аралық, 0-ден үлкен аралық керек. Демек минус шексіздіктен 0-ге дейін және 4-тен плюс шексіздікке дейінгі аралығы жауап болады екен. Келесі графикалық әдіс. Графикалық әдіске мысалы келтірейік. Минус 6x квадрат плюс x плюс 2 үлкен 0-ден. Бұл бізде парабола болады графигі. Яғни парабола төмен тармақталған болады. Бұл жерде бізде a коэффициенті минус 1, яғни теріс сан болып тұр. Демек бізде екі жағы минус болады, ортасы плюс болады екен. Және бұл жерде түбірлерін тауып аласыздар. Сонда дискриминанттағы түбірлерін тауып алатын болсақ, x1-іміз минус 2-ден 1-ге және x2 3-тен 2-ге тең. Соларды мына жерге белгілеп аламыз. Екі жағы минус, ортасы плюс. Бізге керегі 0-ден үлкен аралық, яғни плюс аралық керек. Сондықтан 2-ден 1-ден, минус 2-ден 1-ден 3-тен 2 деген жауап болады екен. Келесі x квадрат минус 6x плюс 5 үлкеніне тең 0 екен. 0 түрінде берілген теңсіздік шешу керек. Бұл да бізде парабола болады және тармақтар жоғары қараған парабола болады. Бұл жерде де дискриминант арқылы түбірлерін тауып аламыз. x1 тең 1, x2 тең 5. 1 мен 5-ті белгілейміз және бізде бұл нүктелері боялады. Өйткені бізде үлкеніне тең деген белгі тұр, яғни нүктелерді бояп аламыз. Бұлар жауапқа кіреді деген сөз. Бізге 0-ден үлкеніне тең аралығы керек, демек плюс аралығын аламыз. Бұл жерде a коэффициенті бізде оң сан болғандықтан, мына екі жағы плюс, ортасы минус болады.
Сонда жауабы плюс аралықтарын аламыз. Минус шексіздіктен 1-ге дейін және 5-тен плюс шексіздікке дейін болады екен. Келесі мынадай әдісте мынадай теңсіздік берілсін. Минус x квадрат минус x плюс 6 үлкен 0-ден. Бұл интервалдар әдісі арқылы шешетін болсақ, минус 1-ге көбейтіп алсақ, бізге оңайырақ болады екен. Минус 1-ге көбейтіп алатын болсақ, x квадрат плюс x минус 6 және бізде мына таңба қарама қарсыға ауысады, кіші 0-ден болып кетеді. Дискриминант арқылы түбірлерін тауып алсақ, x1-міз 2-ге тең, x2-міз минус 3-ге тең болады екен. Жаңа x осыны сызып алып, мына түбірлерді енгіземіз. Минус 3-тен 2-ге дейін, минус 3 және 2-ні жазып аламыз. Бұлар шешімге кірмейді, нүктелер боялмайды. Енді бізге керегі мына жағдайды қарастырамыз ғой, біз минус 1-ге көбейтіп алдық. Кіші 0-ден аралығы керек. Демек, мына минус аралықты аламыз. Сондықтан минус 3-тен 2-ге дейін деген жауап болады екен. Келесі мынадай есеп. X квадрат минус 6x плюс 9 үлкен 0 дейді. Бұл бізде x минус 3-тің квадратын беріп тұр. Бұны қайтадан ашатын болсақ, бізде мынау қайтадан өзі шығады екен. X минус 3-тің квадраты үлкен 0-ден деп жазып алсақ, x минус 3 тең 0 деп жазсақ болады. Бұдан x тең 3. x3-ті біз x осыны жазып аламыз. Сонда екі жағынан да санын беріп, мына жерге x-тің орнына қойып есептейтін болсақ, мына жақта плюс, мына жақта плюс болады екен. Мысалы, мына жақтан 4-ті қойсақ, 4-тен 3 алсақ 1, 1-дің квадраты 1 оң сан. Мына жақта мысалы минус 1 санын алатын болсақ, минус 1-ті қоятын болсақ, минус 1, минус 3 ол минус 4-ті береді. Минус 4-тің квадраты ол бізде 16-ны береді. Демек, екі жағда плюс болады екен. Мына жерде бізде нүкте боялмайды, сондықтан біз жауапты мына түрде жазамыз. Минус шексіздіктен 3-ке дейін және 3-тен плюс шексіздікке дейін деп жазып алады екенбіз. Мынадай түрінде қарастырайық. X минус 1-дің квадраты үлкеніне тең 0 деген теңсіздікті қарастыратын болсақ, бұдан x минус 1 тең 0 деп аламыз. Бұдан x тең 1 болады. 1. Бұл жерде нүктеміз бізде боялады, үлкеніне тең деп тұр. Нүктеміз боялады, және де бұл жерден екі жағынан да санды мына жерге қойып есептейтін болсақ, онда екі жағда плюс болады екен. Енді біз бұны минус шексіздіктен 1-ге дейін, 1-ден плюс шексіздікке дейін деп жазбаймыз. Бұны біз жауабын минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін деп жаза салады екенбіз. Енді мынадай ерекше жағдайларын қарастырайық. X квадрат плюс 2x плюс 7 үлкен 0 дейді. Бұның дискриминантын табатын болсақ, бізде минус 24 болады. Бұл деген квадрат теңдеу кезінде минус 24 болса, біз теңдеудің шешімі жоқ деп жаза салатын едік. Енді бұл бізде теңсіз болғандықтан бұның не үлкен көп шексіз түбірлер шексіз сан болады, немесе мүлде шешімі болмайды екен. Бұл жағдайда енді біз мына жерге кез келген санды қойып есептеп біз табылады екенбіз. Мысалы, мына жерге 0-ді қоя салатын болсақ, 0-дің квадраты 0, мына жерде 0 болып кетеді, сонда 7 ғана қалады. 7 бізде 0-ден үлкен. Яғни кез келген санды қойсақ та мына жағдай орындалады екен. Сондықтан минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін деп жауапталады екенбіз. Келесі, дәл осы есепті 0-ден кіші деп алатын болсақ, бұл жерде де дискриминант минус 24 болады. Жаңадай 0-ді беріп есептейтін болсақ, 7 шығады мына жағынан. 7 0-ден кіші дейді. Бұл жағдайда біз шешімі жоқ деп жазамыз. Өйткені 7 бізде 0-ден кіші бола алмайды екен. Егер де менің түсіндіріп жатқаным сіздерге ұнаса, онда лайк басып маған жазылуды ұмытпаңыздар.